Сәлем достар, сіздермен EasyKZ, инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видеода әрбір инвестор оқуы керек 5 кітап жайлы айтатын боламын. Егер сіз инвестициямен шұғылдансаңыз, немесе жоспарлап жүрсеңіз, осы кітаптарды оқып, қаржылық сауаттылығыңызды арттыруға кеңес беремін. Тақырыпқа кіріспес бұрын, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Қаржылық сауаттылығыңызды тек видеолар немесе арнайы курстар арқылы ғана емес, алда ұсынылатын кітаптарды оқу арқылы жетілдіргендігіңіз дұрыс. Әрбір инвестор қандай кітаптарды оқуы керек? Бірінші ұсынар кітабым өзімнің сүйікті кітаптарымның бірі Бенджамин Грейменнің «Интеллигентті инвестор» кітабы. Бұл кітап инвестиция саласындағы классикалық кітап болып табылады. Автордың кітаптағы құнға инвестициялау идеясы көптеген инвесторлардың философиясына айналды. Тіпті әлемге әйгілі Уоррен Баффет те осы идеяға негізделіп инвестициясын жүзеге асырады. Кітапта тәуекелдерді басқару, мұқият талдаудың маңыздылығы және қауіпсіздік маржасы деген ұғымы сияқты маңызды принциптер қамтылған. Бұл кітапты оқуға тұрарлық ететіндей бірнеше себеп бар. Біріншіден, бұл кітап ең алғаш 1949 жылы басылып шыққан. Осыған қарамастан, сұраныстың жоғары болуына байланысты әрбір 5 жыл сайын кітап қайта басылып шығарылуда. Яғни бұл кітаптың сапалылығын және білімге толы екендігін көрсетеді. Екіншіден, кітап бағалы қағаздарға инвестициялау бойынша шынымен баға жетпес кеңестермен қатар автордың өзі әзірлеген инвестициялаудың бірегей тәсілдерінің нақты сипаттамасын ұсынады. Кітаптың үшінші жақсы тұсы, әрбір бөлім біткеннен кейін автор бөлім бойынша қарапайым ой түйетін түйін шығарады. Бұл кітапты орыс немесе ағылшын тілдерінде өзіміздің нарықтан сатып алуға болады. Разумный инвестор немесе The Intelligent Investor деген атаумен іздеп тапсаңыздар болады. Оқуға тұрарлық екінші үздік кітаптардың бірі Филипп Фишердің кітабы. Кітап атауы Common Stocks and Uncommon Profits, немесе орыс тілінде обыкновенные акции и необыкновенные доходы деп аталады. Әлемге әйгілі инвестор Филипп Фишер бұл кітапты 1958 жылы алғаш жазып шығарса да, оның еңбегін әлі күнге дейін инвесторлар мен қаржыгерлер қолданып келеді. Фишер бұл кітапта сапалық анализ жасауға, компанияның басқарушылығын және оның өсу әлеуетін бағалауға назар аударуды ұсынады. Уоррен Баффет Фишер еңбегін аса бағалап, ол жайлы: «Мен Фишер не жазса да оқуға құштармын. Онымен танысуды сіздерге де кеңес етемін» деп пікір білдірген. Бұл кітаптың жазылғанына 70 жылға таяу уақыт өтсе де, ондағы берілетін құнды ақпарат үшін әлі күнге дейін оқуға тұрарлық кітап болып саналады. Сіздерге кеңес ететін келесі пайдалы кітаптардың бірі Морган Хауселдің кітабы. Кітапты орыс тілінде «Психология денег» немесе ағылшын тілінде The Psychology of Money деген атаумен іздеп оқысаңыздар болады. Басқа кітаптармен салыстырғанда бұл кітап айтарлықтай бертін шыққан. Алғаш рет 2020 жылы басылып шықты. Соған қарамастан, оқырмандар арасында бестселлер деген атақ алып, көпшіліктің пайдасына асып келе жатқан кітап. Бұл кітапта Морган Хаузел инвестициялаудағы жетістік сіздің интеллектіңізге емес, керісінше, сіздің ойлауыңыз бен мінез-құлқыңызға байланысты деп түйіндейді. Автор кітапта сонымен қатар көпшілік жіберетін қаржылық қателіктер мен қалай сауатты қаржылық әдеттер қалыптастыруға болатындығы жайлы кеңестер айтады. Инвестициялаумен айналысуды енді ғана бастаған болсаңыз, міндетті түрде осы кітапты оқыңыз деп кеңес берер едім. Төртінші, оқуға тұрарлық кітап ретінде Питер Линчтің кітабын алса болады. Питер Линч Fidelity Magellan пайдалық қорының менеджері болып қызмет атқарған және өз қызмет еткен жылдары қордың табысын $20 миллион 14 миллиард долларға дейін жеткізген. Осындай жетістігі жоғары қаржы маманынан білім алғыңыз келсе, метод Питера Линча деген танымал кітаппен танысыңыз. Әлемге әйгілі қаржы менеджері Питер Линч кітапта бастаушы инвесторға қалай оңай әдістерді қолдана отырып, Уолл-стрит дәрежесіндегі профессионалды инвесторлардай қаржылық шешімдерді қабылдауға болатындығын үйретеді. Оның кітабындағы басты идея ол
инвестициялауға спекулянт сияқты емес, бизнес егері ретінде қарау керек. Осы кітапты оқи отырып, сіз компанияның қаржылық көрсеткіштерін қалай түсіну керектігін, инвестициялауда неден қашу керек екендігін, қайда талпыну керектігін үйренетін боласыз. Оған қоса, бұл кітапта бағалы қағазды қашан сатып алу керек, қашан сату керек деген сияқты сұрақтарға жауап берілген. Жалпы кітаптың тілі жеңіл, кең аудиторияға арналып жазылған. Соңғы ұсынғым келетін кітапты да Питер Линч жазып шығарған. Бұл кітаптың аты орыс тілінде «Переиграть Уолл-стрит» деп аталады. Кітап инвестициялауда дәстүрлі көзқарасты ұсынады, яғни қарапайым адамдар да қор нарығында үлкен жетістікке жете алады деп сендіреді. Бұл кітапта автор өзінің 13 жылдық еңбек тәжірибесіне сүйене отырып, акцияларды зерттеу және нарықты талдаудағы маңызды әдістермен бөліседі. Сонымен қатар, автор ұзақ мерзімді инвестициялаудың маңыздылығын атап айтып, не үшін өзіңізге таныс компаниялардың акцияларына инвестициялау керектігін түсіндіреді. Осымен достар, сіздерге өзіме таныс және сіздерге де кеңес ететін инвестиция саласындағы кітаптардың тізімі соңына келіп жетті. Өкінішке орай, кітаптардың қазақ тіліндегі нұсқасы әлі біздің нарықта ұсынылмаған. Алайда, орыс немесе ағылшын тілдерінде мен ұсынған атаулармен іздеп, жазып, тауып алып оқысаңыздар болады. Осы кітаптармен таныса отырып, өздеріңіздің қаржы саласындағы білімдеріңізді еселейтіндігіңізге сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды.